сізге салауат. Қазақстан маған саған аманат. Жаса қазақ, тоқтама жалында. Жаса қазақ, байрағың қолында. Жаса қазақ, болашақ бағында. Жаса қазақ, азаттық жолында. Алатаудай асқар, қайсар қазағым, қаратаудай заңғар, сенсің ғажабым. Тарқамасын алаш, мәңгі базарың, тарихыңды әсем әнмен жазамын. Жаса қазақ, тоқтама жалында. Жаса қазақ, байрағың қолында. Жаса қазақ, болашақ бағында. Жаса қазақ, азаттық жолында. Менің атым Еркін Мырзаханов. Мен Қазақстан Республикасының Мажарстандағы елшілігінің бірінші хатшысы. Қазір осы неге келіп отырмыз. Бабалар күні дейді. Бұл фестиваль жыл сайын Мажарстанда өтеді. Бірақ былтыр әрине болған жоқ, өйткені пандемияға байланысты уақыт бір жыл қалды. Бірақ биыл кіші құрылтай деп аталады. Бұл кіші құрылтайға дүниежүзінде басқа мемлекеттерде де түркі мемлекеттері көбінесе қатысады. Біз енді Қазақстан елшілігі ретінде міндетті түрде бұл іс-шараларға қатысамыз. Өйткені бұл екі мемлекет арасындағы мәдени ынтымақтастықты нығайтатын іс-шара. Қазақстан, Мажарстан үшін өте бауырлас мемлекет болып саналамыз. Осы себепті осындай тығыз мәдени іс-шараларға міндетті түрде қатысуға тырысамыз. Ұйымдастырушы бұл Пир Андраш деген мажар антрополог, түрколог. Ол кісі шын айтса Қазақстанға барғанда осы құрылтайды көріп, сол Қазақстанда ұйымдастырылған құрылтайға үлгісі ретінде Мажарстанға қайтып Мажарстанда ұйымдастырған болатын. Жыл сайын осы 2010 жылдан қателеспесем бұл құрылтай өтіп жатыр. Жылда мысалы мұнда 100 мыңнан астам адам қатысады. Өте үлкен іс-шара болып кетті. Бұл іс-шараға елшіліктер қатысады, содан кейін депутаттар қатысады. Біздің Қазақстаннан да үлкен делегациялар. Биыл енді Қазақстаннан делегация келмеді. Енді келесі жылы Қазақстан делегациясы да қатысады деп күтілуде. Рахмет сізге.